Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Гүлназ. Бүгін сіздерге өте тез дайындалатын тауық етінен гуляштың рецептісімен бөлісемін. Ол үшін біздерге тауық еті, сәбіз және пияз керек. Пиязымызды екі бөлікке бөліп, және ортасынан тағы бөліп, жұқалап турап шығамыз. Егер менің видеом сізге ұнап жатса, видеомды соңына дейін көріп, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сәбізімізді үккішіміздің үлкен жағынан өткізетін боламыз. Міне барлығын дайындап алдым. Енді табамызды отқа қойып, майымызды құямыз. Майымыз қызғаннан кейін етімізді салып, жақсылап, орташадан сәл жоғары отта қуырып алатын боламыз. Одан кейін пиязымызды салып, жақсылап араластырып, 3-4 минуттай қақпағымыздың астында қуырып аламыз, яғни пиязымыздың соғы шығу керек. Міне пиязымыз қызарғанша барын қуырып алдым. Енді үстіне сәбізімізді саламыз, жақсылап араластырамыз. Тұзымызды және де бұрышымызды саламыз. Немесе оның орнына өздеріңіз әмбебап дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырып алып, стаканымызға 2 шай қасық томат пастасын салып, жақсылап араластырып, үстіне құйып жібереміз. Одан кейін мен үстіне мұздатылған қызанақ пен тәтті бұрышымды салып, жақсылап араластырып алдым. Бұл міндетті емес, салмасаңыздар да болады. Қақпағымызды жауып, баяу отта 5-7 минуттай жақсылап бұқтырып аламыз. Гуляшымыздың қасына мен гарнирға күрішті дайындайтын боламын. Күрішіміздің күшті шашаңға болып пісуінің әдісін YouTube каналымда бар, төменге описание бөліміне ссылка қалдырып кетемін, сол жақтан толық көре аласыздар. Мына күрішіміз де пісті. Күрішімізді кесеге салдым. Кесеге салмас бұрын кесемізді салқын суға міндетті түрде жуып аламыз. Сонда күрішіміз еш қиындықсыз жақсы түсетін болады. Міне осындай құрғақ емес, сулы, сочный біздің гуляшымыз дайын болды. Ас болсын, менің рецептіммен міндетті түрде жасап көріңіздер.